Баршаңызға сәлем. Бүгін біз тоқтың жұмысы мен қуаты деген тақырыпқа есептер шығарамыз. Бұл бізде Бақынов деген кітап. Енді біз А тобынан бастайық. Өткізгіш сымның ұштарындағы кернеу 200 вольт. Ал тізбектегі ток күші ол I деген әрпімен берілген. Оның шамасы 5 амперге тең. Сым арқылы 3 минутта қанша жылу бөлініп шығады. Енді бізде осы жерде Аны табуымыз керек. А дегеніміз ол QU. Осы жердегі Q ол I көбейтілген Т-ға тең. Сондықтан оның орнына қоя аламыз. Сонда бізде IUT деген формула шығады. Бізде I бар, бізде U бар, және Т бар. Значит, біз жұмысты таба аламыз. Ол 5 көбейтілген 200 көбейтілген 3 көбейтілген 60. Мынау дегеніміз оның квадраты, мынау дегеніміз оның 1 дәрежесі. Сонда бізде 180 килоджоуль шығады. Енді ол Q-ға тең. Болды. Значит, бізде 180 килоджоуль. Енді қуаты 300 ватт. Үтігімен 3 сағат бойы жұмыс істелсе, жұмсалған электр энергиясының шығыны. Жалпы біз электр энергиясының шығыны E деген әрпімен белгілейміз. Сонда бізде осы E-ны табу үшін біз қуатты уақытқа көбейтеміз. Сонда 900 ватт көбейтілген сағат деген шығын шығады. Немесе біз осыны секундқа ауыстыра аламыз. Секундқа ауыстыру үшін 900-ді 3600-ге көбейтеміз. Сонда ватт көбейтілген секунд деген өлшем бірлік шығады. Енді электр үшінші есепті қарастырайық. Электр шайнегінде массасы 1,43 килограмм су 20 минуттың ішінде 20 градустан 100 градусқа шейін. Т1 тең 20 градус Цельсия, 6,2 бізде 100 градус Цельсия. Қыздырған болса, оның қуаты қандай? Бізде судың меншікті жылу сыйымдылығы берілген 4200 джоуль килограмм градус Цельсия. Енді біз осы жерде нені жасайық? Біз осы жерде Аны табайық, немесе Q-ны. Ол бізде SM дельта Т-ға тең, немесе SM Т2 минус Т1, немесе 4200 көбейтілген 1,43 көбейтілген 80 сандық мәндерін қойсақ. Енді осының барлығын есептесек, 4200 көбейтілген 1,43 көбейтілген 80 ол 480 джоульге тең болады. Енді оның қуаты қандай? Біз қуатты табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Енді бізде уақыт берілген. Значит, біз осы жерде 480 бөлінген 20, и осы минутты секундқа айналдырамыз, значит, көбейтеміз 60-қа. Осы жердегі 0 қысқарып кетеді. Сонда бізде жауабы 400 бүтін оннан 4 ватт шығады. Мына. Енді төртінші есепті қарастырайық. Төртінші есепті біз уже осылай қарастырып жүрейік. Осы жерге салып. Егер J2 дегеніміз осы, егер J2 2 ампер болса, бұл осы бізде, онда
суреттегі үшінші шамдағы қуатты анықта. Значит, бізге бөлшті табу керек. Бізде уже осы жерде сандық мәндер берілген. Енді біз не жасаймыз? Ең біріншіден біз осыны жылжытайық. Осы жерге примерно. Енді так, мынау жерде біз кернеуді табайық. Мынау жерде кернеуді. Мынау жерде кернеуді тапсақ, оны U2 деп белгілейік. U2 дегеніміз I2 көтірген R2 немесе 12 вольт. Енді осы жердегі U2 ол U1-ге тең болады. Себебі олар параллель қосылған. Енді осы жердегі U1 ол I1 көтірген R1-ге тең. Осы жерден I1-ды тапсақ, I1 бұл осы жердегі тоқ күші. Ал кернеу U1 ол осы нүкте мен осы нүктенің арасындағы потенциалдар айырымын деп атаймыз. Осы жерде тоже U3 деген кернеу бар. Осы екі нүктенің арасында. Мынау жерде 2 ампер болса, мынау жерде 2 ампер болады. Мұна 2 деп белгіледім. Себебі олар тізбектей берілген. Енді осы жердегі I1-ді тапсақ, ол U1 бөлінген R1-ге тең болады. U1-іміз бізде 12-ге тең, ал R1-іміз бізде 3-ге тең. Сонда 4 вольт. Мынаның кернеуі сонда 4 вольт. Ой. Қателесіп қалдым, миым ашып кетті. 4 ампер болады. Мынау дұрыс емес қой. Значит, осы жердегі I1 ол 4 амперге тең болады. Енді осы жерде 2 ампер жүрсе, осы жерде 4 ампер. Содан кейін олар осылай жүріп, олар қосылады. Сонда қосылған соң бізде жалпы тоқ болады, тоқ күші. Ол I1 плюс I2. Ол 6 амперге тең, немесе ол I3-ге тең. Себебі олар қосылған соң, ол осы жерде өтеді. Енді I3 осындай. Енді біз қуатты қандай формула арқылы таба аламыз? Ең біріншіден оның барлық формулаларын жазайық. P тең A бөлінген T. Осы жерге A ол QU бөлінген T. Осы жерге Q бөлінген T ол I көтірген U. U-ның орнына I R-ді көйтсек, I квадрат R. Немесе I-дің орнына U бөлінген R-ді жазсақ, U квадрат бөлінген R. Значит, бізге ең тиімді формула қандай? Ол осы. Енді осы жердегі бөлшті табамыз. I квадрат, I3 квадрат көтірген R3. 36 көтірген 5. 180 ватт. Енді арифметиканың қате кетіп қалмаса, осы жауап дұрыс болып саналады. Енді 4-ші есепті қарастырып көрейік. 5-ші есепті. Так. Қыздырғыштың пәкі берілген жазайын. Қыздырғыштың пәкі 80%-ға тең. Енді 5 минут ішінде В тең 1 литр суда Т1 тең 15 градус Цельсий. Қайнағанға дейін, қайнау температурасы бізде 100 градус Цельсий. Қыздыруға болатындай 220 вольт кернеуге, кернеуіміз 220 вольт, есептелген қыздырғыштағы тоқ күшті қандай болады? Айды табуымыз керек. Және де бізде осы жерде меншікті жылу сыйымдылық берілген. Енді біз есепті шешкен кезде ең біріншіден пәктің формуласынан бастаймыз. Пәктің формуласы А пайдалы бөлінген А толық көтірген 100%. Енді осы жердегі А пайдалыны тауып көрейік. А пайдалы дегеніміз ол қандай да бір затты жұмыс жасауға берілген
Мысалы осы жерде біз қыздырдық қой, осы 1 литр суды 15 градустан қайнағанға шейін. Значит, бұл бізде пайдалы жұмыс. Оның формуласы SM дельта Т. Немесе S ро V Т2 минус Т1. Себебі бізде су ол 1 литр деп берілген, и 2 температура бізде белгілі 15 градус, и қайнаған, то есть 100 градус Цельсия. Енді осыны табайық. 4200 көбейтілген 1 көбейтілген 85. Енді осы жерде 4200-ді 85-ке көбейтеміз. Ол дегеніміз 357 килоджоуль. Енді осы жердегі А толықты табайық. А толық дегеніміз ол А пайдалы бөлінген пәк. Егер пропорцияны жазсақ, сонда 357 көбейту оның 3 дәрежесі бөлінген 0,8. Оны есептесек, бізде А толық 446.250 джоульге тең болады. Енді А толық ол не? Біз осы жерде бастапқыда формулаларды жазып кеттік. Оларды ашып. Енді жұмыстың формуласын тоже солай ашайық. Түсіну үшін қалай формула шығатын? Аның формуласы ол QU. Q дегеніміз I-T. Сонда I, U, T. Немесе U-ның орнына I, R. Сонда I квадрат R, тау үшірегі уақыт. Немесе I. Сонда U квадрат R, T бөлінген R. Мына осындай формулалар шығады енді бізде. Енді осы жерден ең тиімдісі қандай? Ең тиімдісі осы формула. Себебі бізге I белгілі, Т белгілі. Бізге I-ды табу. Сонда осыған теңестіріп жібереміз. Және де ол бізге арнайы бізде толық жұмыстардың формулалары бар. Соның ішіне осы формула кіреді. Сонда 446 250 бөлінген U тау 220 көбейту 5 көбейтілген 60. Мен минутты секундқа айналдырдым. Енді 446.250 бөлінген 220 көбейтілген 5 көбейтілген 60. Сонда бізде тоқтың шамасы 676 ампер болып шығады. Енді осы жерде тағы да есеп бар. 6-шы есеп. Оның идеясын беріп көрейін. Қыздырғыштың пәкі 80% деп тұр. Бізге уақыт берілген 10 минут. Содан кейін ватен 2 литр су, Т1 20 градус, Т2 бізде 100 градус берілген. Енді бізде кернеу берілген 220 вольт. Содан кейін есептелген қыздырғыш жасау үшін қимасы осындай берілген никелен. Және де оның ұзындығын табуымыз керек. Осы жерде то же самое А пайдалы бөлінген А толық. Осы жерде А пайдалы ол осы жердегі формула мынау. Ал А толық ол осы жердегі уже қандай формула? Осы формула. Енді осы жерде роның просто орнына ро LS дегенді қоямыз. Сонда бізде А толық, бізде U квадрат тау бөлінген ро LS. Немесе бізде U квадрат тау S бөлінген ро L деген шығады. Сонда оның орнына осындай қоямыз. Осы жерде А толықты табамыз. Ол А пайдалы бөлінген пәк. Содан кейін А толықты біз осыған теңестіріп жібереміз. U квадрат тау S бөлінген ро L. Енді осы жерден L-ды таба саламыз пропорция арқылы. Ол неге тең болады? U квадрат тау S бөлінген А пайдалы көбейтілген ро. Осымен болды. Бар шақтарыңызға сау болыңыз. Рахмет.